Достар, сіздерге Райымбек Ералының каналын қарауды ұсынамын. Оның арнасына жаттығу мен тамақтану туралы пайдалы ақпараттар, челлендждер мен мотивациялық видеоларды көре аласыздар. Өте пайдалы әрі қызықтарына. Өзім жазылдым, сізге де жазылуға кеңес беремін. Ассаламағалейкум достар, байланысты Азамат Сапар. Достар, карантин басталғалы арнамда видео шықпады, оның өзінің себептері бар, алда айтып беремін. Осы уақытқа дейін көрермендерім көп деп жазды, қайдасын, неге жоғалып кеттің деп. Осындай оқырмандарым барын бағалаймын. Рахмет. Карантин басталғалы ауылдамын. Ауылға келіп 1,5 ай жақсы прогресс жасадым. Тіпті салмағым 90 килограммға дейін өсті. Енді видео түсірейін деп жатқанымда кенеттен ауданымызды су басты. Жаңалықтардан да көрген боларсыздар. Сол уақытта волонтерлік жұмыстармен айналыстым. Режим бұзылды, жаттығу тоқтады, артынша ауырдым. Солай форманы жоғалтып 10 килограмм салмақ тастадым. Арты жақсы жаңалыққа ұласты. Демеушілер тауылып, ауылымызға воркаут алаңын салдық. Спорт алаңы құрылысы үшін Шымкент қаласындағы Ізгілік қайырымдылық қорына және Басқа жол воркаут клубына алғысымды білдіремін. Сосын әскери кафедра полигоны басталды, оны пандемияға байланысты онлайн өттік. Сонымен жұмыстар бітті, бірақ менде видео түсіруге физикалық форма болған жоқ. Сол себепті жаттығуға толығымен кірістім. Содан тоқтамай 5 айдан бері әлі күнге дейін жаттығып келемін. Есесіне қазір өте жақсы күштік жетістіктерге жеттім. Турникте 90 килограмм, Русияда 140 килограммдарда алып жүрмін. Жаңадан құрылған воркаут алаңында жастар спортқа тарту мақсатында Мақтарал ауданы чемпионатында өткізіп үлгердік. Көрші аудандарында спортшылар қатысып, жалпы 30-ға жуық спортшы бақ сынасты. Алдыңғы видеолардан естеріңізде болса, облыс чемпионы Қалдыбек Бекзат шәкіртім жеңіске жетті. Түскенде 90 градусқа түсеміз, көтерілгенде қолды толығымен жазамыз. Жаса. Қатысушылар назарына техника осылай. Достар, жалпы YouTube'тан жоғалу себептерім осы. Негізінде айта берсем сылтау көп. Басты себеп қазір контент емес, спорттық бағыттағы мақсаттары маңыздырақ. Фокусты толық жаттығуға бұруды дұрыс санаймын. Бірақ та алда уақытта жиі видео түсіріп отырамын. Құрметті достар, біз 100 мыңдық межені еңсердік. Мені қолдап арнама жазылғандарыңызға алғысым шексіз. Тоқтамай тек алдыға жылжимыз. Рахмет. Оң жақта күшті видео, сол жақта күшті видео. Ал ортада каналға жазылатын батырма басып жазылуын сұраймын. Рахмет, кездескенше.